Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте нәзік печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. 3 қана құрамнан тұрады. Бізге керегі бөлме температурасындағы сары май және де сахарная пудра. Оны жақсылап миксерден араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстінен ұнымызды саламыз. Және де оны да миксермен жақсылап араластырамыз. Болғаннан соң қолымызбен жинап қамыр жасаймыз. Және де пищевая пленка төсеп, соның үстіне ұзыншалап, домалатып, форма жасап, морозильникке жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, домалатып кесіп шығамыз. Және де формамызға салып, 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Қарап тұру қажет, күйіп кетпес үшін. Және де бетіне осылай кішкене тесікшелер жасап қоямыз. Міне біздің өте нәзік, керемет печеньелеріміз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Өкінбейсіз, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз.